Сәлем достар, бүгін сіздермен корей тілінің алфавитін үйренетін боламыз. Жалпы әріпті корей тілінде хангыль деп атайды. Оны 15 ғасырда Сәджон ханның бұйрығы бойынша жасалған, өйткені оған дейінгі қолданылған әріп өте қиын болған. Жалпы хангыль 40 әріптен тұрады, оның 21-і дауысты, 19-і дауыссыз. Дауысты әріптерді кәрісше моом деп атайды. А, О, Я, Yo, I, O, U, Yo, Ю, Е, Е, Ва, Во, Ве, Ви, Ый. Дауыссыз әріпті кәрісше чаум деп атайды. Негізі ол кәдімгі К, Д, Б, Ж деген сияқты әріптер, бірақ кәрістерде ол әр әріптің өзінің аты бар. Негізі ол маңызды емес, жаттау, білу маңызды емес, бірақ сіздер жалпы сондай аты бар екенін біліп жүру үшін атап өтейін. Киок, тигіт, пиып, жиыт, миым, ниын, иың, ри을, хиот, шиот, киок, тигіт, пиып, 지읒, 상기역, 상지읒, 상시읒, 상지귿, 상비ып деген аттары бар. Жаттауға оңай болу үшін 21 дауыстыны екіге жіктейміз. Оның біріншісі қарапайым дауыстылар, екіншісі дифтонгілер. Осылай дауысты дыбыстарды екіге бөлген кезде жаттау бізге әлде қайда оңайырақ соғады. Бірінші ол қарапайым дауыстыларда 10 дыбыс бар. Және де дифтонгілерде 11 кәдімгі дауысты дыбыс бар. Неге қарапайым деп айтады? Өйткені ол жерде кәдімгі А, О, Я, Йо деген сияқты. Ал дифтонгілер уже екі дауыстар қосылғандықтан солай дифтонгі деп атайды. Ал дауыссыз әріптерді үшке жіктейміз. Біріншісі қарапайым дауыссыз әріптер, екіншісі деммен айтылатын дауыссыз әріптер, және үшіншісі жоғарғы интонациямен айтылатын дыбыстар немесе екі еселенген дауыссыз әріптер деп атайды. Осылай жіктеп алсаңыздар жаттауға оңай болады. Енді келесі біз әріптерді жазуға кірісейік. Әрқашанда корей алфавитін хангыльді жазған кезде жоғарыдан төмен қарай, содан соң солдан оңға қарай жазамыз. Мысалы, мына А әрпін жазған кезде жоғарыдан төмен қарай, және де солдан оңға қарай. Я әрпін жазған кезде жоғарыдан төмен қарай бір сызық, одан кейін солдан оңға қарай екі сызық жазамыз. Я әрпі болады. Енді О әрпін жазған кезде солдан оңға қарай бір сызық, және жоғарыдан төмен қарай бір сызық. Келесі Йо әрпін жазған кезде дәл осылай солдан оңға қарай, жоғарыдан төмен қарай осылай жазып шығамыз. Келесі біздің жазатын әрпіміз кәдімгі біздегі О әрпі. Одан кейін келесі әріп Йо әрпі. Келесі У әрпі. Келесі бізде Ю әрпі. Мен осылай жазып көрсетіп жатқан себебім сіздерге жазған кезде қиналмас үшін. Енді әрпі жай ғана солдан оңға қарай бір сызық қана. Және жоғарыдан төмен қарай бір сызық сызсаңыздар, олар уже И әрпі болады. Негізі мына астында қарамен жазылып тұрған иыңмен бірге жазылып тұр ғой. Негізі жалпы корей жазу жазған кезде басында дауыссыз әріптен басталады. Ал егерде ол жерде дауыссыз дыбыс болмаса, онда осылай әрқашанда, мысалы, дауыстымен басталатын сөздер болса, онда әрқашанда иыңды алдына қоямыз. Мына жерде Е әрпін жазып жатырмын, және Уа әрпін жазып жатырмын. Мына жерде Уе әрпін жазып жатырмын.
Хангыльды жазуды үйрену үшін осыны принт жасап алсаңыз болады. Сөйтіп қолыңызды үйрету үшін барлық әріптерді осылай жазып шықсаңыздар болады. Негізі қиындылығы жоқ, бірақ сызықтар түзу үшін осылай практика жасауға кеңес беремін. Ең бірінші қатарда бізде А әрпі жазылды, одан кейінгі әріп Я, одан кейін О, одан кейін Йо, одан кейін У, одан кейін Йо, және де ең төменгі қазір көрсетіліп тұрған экранда ол У әрпі. Осыған дейін көрсетілген жазуда мен қандай әріп қандай екенін қазақшада жазып кеткен болатынмын. Сол жерден қарап, өздеріңізге дәптерге жазып алып, соны жаттап алыңыздар.